Қол жетімді, сапалы, ыңғайлы әрі қолайлы. Жөндеу жасар көпшілік смарт ремонтты таңдайды. Армысыздар, қымбат нұрсұлтандықтар. Жалпы өзіміздің тәжірибеге сүйене отыра, біздің бір байқаған дүниеміз бар. Үй сатып алған адамдардың 70%-ы бірден жөндеу жұмыстарын жасауға кіріседі екен. Осы дүниені ескере отыра, біз өзімізше кішігірім шолу жасауды жөн көрдік. Астана қаласынан 3-4 дәл осы жөндеу жұмыстарымен айналысатын мекемелерді таңдадық. Ең алғашқымыз ол смарт ремонт. Бірге барып шолу жасайық. Кеттік. Достар, біз қазір сіздермен смарт ремонт компаниясының офисінің ішіндеміз. Жанында тұрған Данияр есімді жігіт. Осы офистің, осы мекеменің мамандарының бірі болып саналады. Қазір сіздерге барып, толықтай түсіндірме жұмыстарын жүргізетін болады. Саламатсыз ба, достар? Кеттік па? Кеттік. Жүріңіз. Данияр, қазір ремонт мәселесі көптеген адамдар қатты толғандыратын дүние. Смарт ремонт халыққа не ұсыналады? Қандай пакеттер қарастырылған? Смарт ремонт дегеніміз, ол дайын ремонт. Ремонттың 3 түрі бар, 3 пакеті. Біріншісі ол бізде Smart Optimal, екіншісі Smart Comfort деген, және Smart Business. Smart Optimal ол бізде оның бағасы, бір шаршы метрдің бағасы 42.900 теңге. Оның ішінде ламинат 32 класс, ресейлік фирмасы Кастамоно деп аталады. Екіншісі ол бізде осындай пластиковый плинтус болады, 8 сантиметрлік ақ түсті. Және мына жақта қабырғалардың түстері көрсетілген, қандайын таңдауға болады. Және мынау шпоннан жасалған есіктер 2 түрі бар, шынысымен және шынысыз. Және түсін таңдауға болады осы пакетте. Өте керемет. Тағы қандай пакеттің түрі қарастырылған? Екінші пакетіміз ол бізде Smart Comfort деп аталады. Оның бағасы, бір шаршы метрдің бағасы 53.900. Мына жақта ламинат уже 33 класс болады, фаскасымен. Ондай ламинат бізде офисный помещенияларда қолданады. Егер пәтерде онымен қолдансаңыз, ол 10-12 жылға дейін жарамды болады. Мына жақта уже комфорт пакет бойынша түстер, және ол біздің комфорт пакет тағы 3 түрге бөлінеді. Ол бізде неоклассика молдингтармен, классикалық стиль. Одан кейін Скандинавия деген бар, ол қабырға 2 түске бояланады. Және үшіншісі ол бізде пакет лофт деген. Мынау пакет бойынша қабырғалардың түстері. Комфорт 1 деген ол неоклассика, комфорт 2 деген ол бізде Скандинавия, және комфорт 3 ол лофт пакет. Ары қарай есіктердің түрлері, мына жақта 2 дизайны бар. Біріншісі Эрмитаж 2 деген, шынысымен және шынысыз. Және олардың айырмашылығы, ол мынау проем тура 2 метр, мынау екіншісі 2.30. Олардың бағасы жағынан айырмашылығы кішкене бар. Егер сізде пәтеріңіз бизнес тұрғын үй кешені болса, онда осындай есіктерді көбінесе қоямыз, өйткені ол жақта проем 2.30. Сол. Ары қарай, мына жақта бізде кафельдің түрлері бар, барлық 3 пакет бойынша. Мынау бізде бизнес пакет бойынша, мынау комфорт пакет бойынша. Мынау комфорт пакет бойынша. Бірнеше түрі бар. Және оптимальный бар. Оптимальный пакет бойынша. Оптимальный мен комфорт пакеттің ішінде кафельдері Беларусиядан әкелген. Бизнес пакеттің мраморы ол керамогранит. Осындай үлкен болады. Мына жақта уже бизнес пакеттің материалдары. Ламинат германиялық 34 класс. Есіктер 2.30, именно бизнес класске арналған, таза ағаштан жасалған, Челябинсктен әкелеміз. Яғни осы қазіргі таңда смарт ремонттың ұсынатын 3 пакеті болып саналады. Енді сұрақ, мысалға біздің көбінесе салымшыларымыз бар, халық бар, осы видеоны көргеннен кейін міндетті түрде бізге сұрақ қояды.
немесе көбісі адамды бұл сұрақ толғандырып жүруі мүмкін. Өте ыңғайлы сіздерді қараңыздаршы, ақшасын төлейсіз да, яғни бағанағы базар аралап, дүкен аралап, стройматериал сатып алып жүрмейсіз, бір ақшаны төлейсіз, өздері жасай береді. Енді мысалы менің вторичный рынокта, яғни ескі үйім бар болса, соған смарт ремонтты мен заказ бере аламын ба? Біз қазіргі уақытта Астана бойынша тек қана первичный рынок бойынша қабылдаймыз пәтерлерді. Өйткені демонтаж бізде жоқ. Тек қана предчистовой отделкасымен немесе черновой отделкамен аламыз. Ал төлем жағынан қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Мысалға, маған қазір смарт ремонт ұнап тұр делік, бірақ мысалға кейбір адамдар болады, комфортпен, мысалы, комфорт бағанағы несін пакетін қарастырып отырады да, одан кейін бизнесті сіздер түсіндіргеннен кейін бизнесті ұнатып қалуы мүмкін. Мен бизнес класты заказ беру үшін шамал ақша жетпей тұрған адамдарға қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Төлем жағынан 3 жолы бар. Біріншісі ол толық оплата, екіншісі 3 төлем арқылы 3 траншпен, және үшіншісі ол бізде несие бойынша. Бірақ несие ол бізде рассрочка. Жалпы ешқандай надбавка, переплата және пайыз болмайды. Договор бойынша бағаны 24 айға дейін бөліп тастауға болады. Ал біздің компаниядан рассрочка ол 3 траншпен. Бірінші транш 50%, ол договорға отырған күннен бастап 3 күн ішінде 50%. 40% тағы 30 күн ішінде, жалпы бір айдың ішінде. И қалған 10% тағы 10-15 күн ішінде. Енді мен біле білуім бойынша сіздерде мысалы арнайы алдын ала ремонтты заказ берерден бұрын арнайы конструктор қарастырылған. Мысалға сіздер маған конструктормен мен пәтерімді жинап бердіңіздер деліге көрсетіп, бірақ мен кейін пәтерімді өзім бағана қабылдайтын кезде, келген кезде маған ремонт ұнамай тұрсашы, осы мәселелерді қадағалайтын арнайы бөлімдер бар ма сіздерде? Бізде отдел контроля качества деген бар, ол биогруптан. Жалпы ремонт 3 этапқа бөлінеді. Бірінші этап ол бізде черновой отделка, ол проводка барлығы жасалған кезде. Екіншісі ол кафель және тұсқағаз, ол екінші этап. Және үшінші ол уже ремонт тапсырылған кезде. Сол 3 этапты бізде отдел контроля качества тексереді. Және сіз алдын ала конструкторға біздің сайтқа кірген кезде уже пәтеріңіз қалай болады екені материалды таңдаған кезде конструктор сізге дайын пәтерді көрсетеді. Сол жағдайда уже көруге болады. Түсінікті. Тағы бір сұрақ. Мен біле білуімше сіздер BI Group компаниясымен өте тығыз жұмыс жасайсыздар. Егер мен, яғни BI Group'тан үй сатып алып отырсам, мен үшін қандай жеңілдіктер немесе жақсы бір қырлар қарастырылған? Қазіргі осы айда, осы айдың аяғына дейін бізде акция жүріп жатыр. Егер 100% төлем арқылы сатып алсаңыз ремонтты, сізде 1% пәтердің сумасынан жеңілдік жүреді, ремонттың сумасына. Және екіншісі, ол егер сіз салынып жатқан үйден сатып алсаңыз пәтерді BI Group'тан, онда біз алдын ала ремонт кілт тапсырған кезге дейін біз уже кіре береміз 3 ай бұрын. Ремонт бастай береміз. Яғни сол кезде менің пәтерім берілгенге дейін, яғни мен кілт алғанға дейін менің пәтерімде жөндеу жұмыстары жасалынып, менің пәтерім дайын тұрады, дұрыс па? Кілтті алған кезде сіздің пәтеріңіз уже дайын болады. Керемет, Данияр мырза, үлкен рахмет сізге. Қымбатты достар, қазір ғана біз сіздермен смарт ремонт ұсынған 3 пакеттің түрін тамашалаған болатынбыз. Барлықтарыңызға жалпы ұнамды болды деп ойлаймыз, сенеміз. Енді келесі видеода тамашалайтындарыңыз ең біріншісі ол осы смарт ремонт ұсынған шоурум, арнайы бір бөлме, ремонт қалай жасалынғаны көрсететін, және де ақылды үй системасы. Үшіншісі осы смарт ремонттың конструкторына кіріп, өздеріңізге қалай жөндеу ремонт заказ беру керек екенін тамашалайтын боламыз. Жақсы, сау саламатта болыңыздар, әр қазақстандық баспаналы болсын.